Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы таң. Бүгін бізде күн сенбі. Қазір біз жол жүріп бара жатырмыз. Бұйырса Истима автокөлігі. Мынау қазір видеоға түсіріп жатқан Sony IS50 деген экшн камера. Видео жүргенде тест жасап көрдім. Ұнады, жаман емес. Видеоның качествосы, сапасы онша жақсы болмайды. 180-де 60-де болады. 4К емес, бірақ дегенмен де осы камерамен түсіретін боламыз алдағы уақытта. Туралы айтатын болсақ, Toyota Истима көлігі, объем 3-тік, 1 пеш, 2 кондиционер, оң жақ руль, мына жақта кнопкасы бар, яғни бұл ненікі, 3 камеранікі, міне. Мынау 3 камера, сосын мынау артқы камера, 4-ші камера. Көлік осы, Истима автокөлігі, таза японец. Мына жақта міне мынадай. Бұйырса жиынның 40-нан шығаруға бара жатырық. Соған кішігірім той шашу деймі, қандай сондай дейді. Бұйырса демалып жатқан кісілерге демалыстарыңыз сәтті өтсін. Желде жүрген жігіттер, сіздерге ақ жолдарыңыз болсын. Жалпы ұзақ жүрген жол жігіттерге, сапарда жүрген жігіттерге баршаңызға жолдарыңыз болсын. Видео енді кішігірім влог болады. Сол себептен түсіністікпен қарауға және де осындай қызықты видеоларды түсіруге тырысамын. Кеттік. Бұл кішігірім мағлұмат. Бұл Истима көлігімен алыс сапар жүріп көрген жоқпын мен әлі. Енді жүрем, бұйырса осы. Арасы шақырым, қазір баратын шақырым 200-210 шақырым, шамамен Шұбарқұдық деген жер. Өзім туған өскен ауылым. Сол жаққа бара жатырмыз. Көреміз Истима көлігі ұзақ жолда қалай комфортты ма, комфортты емес пе. Бірақ комфортты деп ойлаймын, енді мынадай болғасын. Көбісі Истима көлігіне мінеді ғой, негізі былай. Екі ортада жүрген, межгород жүрген кісілер, қалааралық жүрген кісілер барлығы Истима көлігін мақтайды, енді білмеймін. Бір-екі рет бабам барып келген Шұбарға, 3-4 рет. Мен өзім барып көрген жоқпын, мен тек жақын жерде Мартук жақта бір ауылға барып көрдім, тек итор жолда не жақта Хорел деген ауылға барып көрдім. Болды. Қалған жерге барып көрген жоқпын. Ол алыс емес, қаладан шақырым, 15 шақырым, 18 шақырым уақыт жол бар. Көреміз Истима автокөлігі қалай екен. Ya? Apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Шварға аман сау келдік, әдемі 2 сағат 15 минутта ма шамамен сондай келдік. Жол жақсы, өте керемет. Истима көлік өте көңілден шықты. Нағыз ұзақ жолдың көлігі екен, керемет. Истима жайында мына байқасам, мен Истима көліктер мына қарама-қарсы өтіп жатыр. Сол кезде сигнал басып, амандасып жатыр екен. Енді ол бауырмалдық деп ойлаймын. Бір-біріне деген сондай бауырмалшылдық жігіттер бір-бірімізді жолдың қадірін жолда жүргенде түсінеді дейді. Сол себептен бір-бірімізге көмектесіп, әрдайым осылай бауырмашылдығымыз нығая берсін. Тек Истима емес, басқа көліктерде бір-біріне көмектессе деген ойым бар. Жалпы қазақ бір-біріне көмектессе, қазақтан басқа ойлайтын ешкім жоқ, жаны ашитын ешкім жоқ. Сол себептен бір-бірімізге жолда көмектесіп жүрейік. Айтқандай жаңа жолдың қадірін жүрген түсінеді дейді. Бізде де жолда жүргенде көп жағдайлар болған. Машинамыз, көлігіміз сынып қалып, немесе дөңгелек жарылып қалып, кейде тіпті запаскада жарылып қалған кездер болатын болып, тіпті тастап кеткен кездер болды. Бұрын мен Шаран деген көлік айдадым, осы Шұбар мен Ақтөбе екі ортасына қатынадым. Сол кезде Байғанның жігіттері бар, Шұбардың жігіттері бар. Барлығына алғысымыз шексіз. Сол кезде көмектескен жігіттер. Кейбір кезде болады, мысалы, патрубка жарылып бітіп, антифриз кетіп қалады да, мысалы, жаз уақытында оларны қыста өте қиын ол. Сол себептен мына жолда шама келгенше мына көлікте, сынып қалған көлікте тұрған жігіттер болса, жалпы азамат болса, сұраған дұрыс деп ойлаймын. Хотя бы көмектеспесеңіз де, ішіндегі адамдарды, мысалы, кішкентай бала болады, немесе әйел адам болады, соларды, мысалы, межелі жерге дейін жеткізіп берсеңіз де, оның өзі үлкен көмек деп ойлаймын. Ер адам ладно, мұнда алмайды. Сол күндеріңіз сәтті өтсін, Шұбарға осылай әдемі келдік. Рахмет.